Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып ғарыштағы ас мәзірі. Меню в космосе. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Ас мәзірі. Меню. Сықпа, консервы, кептірілген, высушенные, іздеу, искать. Бірінші тапсырма. Диалогты тыңда, жүргізіп оқы. Ғаламтордан не іздеп отырсың, Бақыт? Менің ғарыш туралы көп нәрсе білгім келеді. Сонда не туралы мәлімет іздеп отырсың? Ғарышкердің ас мәзірі туралы білгім келеді. Мәлімет таптың ба? Я, болашақ ғарышкер бәрін табады. Что ты ищешь в интернете? Я хочу много чего узнать про космос. А именно про что ищешь? Хочу узнать про меню космонавта. Ты нашел информацию? Да, будущий космонавт все найдет. Екінші тапсырма. Тыңдаған мәтін диалог бе? Оның диалог екенін қалай ажыратуға болады? Как можно отличить, что это диалог? Есть вопросы и ответы. Сұрақ және жауаптары бар. Есте сақта, запомни. Бабе, маме, папе. Сен ғарышқа ұшасың ба? Сен ғарыш туралы көп білесің бе? Запомните эти вопросы. Қайда, куда, қашан, когда, неге, неліктен, почему, не үшін, для чего, не себепті, по какой причине, кіммен, с кем, қанша, сколько, не істейді, что делает. Үшінші тапсырма. Берілген жаңа сөздерді қатыстырып, сұраулы сөйлем құра. Составь вопросительные предложения, используя новые слова. Үлгі – это пример. Жаңа сөздерді үйренейік. Не іздеп жүрсің? Ас мәзірі. Мәтінді оқы және тыңда. Ғарышта ғарышкерлер түрлі ас мәзірін пайдалана алады. Олардың тағамдары арнайы сықпада болады. Бұл сықпалардың ішінде жеміс кеселдері, сүт, кофе, борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі босқа, тауық еті болады. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сықпадағы тағамның дәмі өзгермейді, оның тек салмағы азаяды. Алғашында ғарышкерлер үшін кептірілген тағамдар дайындалған, алайда олар үнемі үгітіліп кететін, сондықтан ғалымдар арнайы сықпаларды ойлап тапқан. В космосе космонавты могут использовать любое меню. Их еда в специальном консерве. В них фруктовые кисели, смолоко, борщ, суп грибной, разные каши, мясо курицы. Космонавтам очень удобно использовать консервами. В нем вкус не меняется, лишь меняется вес. Космонавты вначале доедали высушенные вещи, но он всегда таял. Бесінші тапсырма. Мәтінге сұрақтар қой. Задай вопрос тексту. Ғарышқа қандай тағамдар алуға болады? Тағамдарды қандай ыдыста алған ыңғайлы? Алтыншы тапсырма. Мәтінде неше сөйлем бар? Сөйлем соңында неліктен нүкте қойылған? Осы екі сұраққа жауап берейік. Ответь на эти два вопроса. Сколько предложений в тексте? И почему ставится точка? Мәтінде 9 сөйлем бар. Сөйлем соңындағы нүкте сөйлемнің ойдың аяқталғандығын білдіреді. Есте сақтайық, запомните, жай хабарлай айтылған сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание.